перестаньте уже, а? Сколько можно? Каждый раз одно и то же. У нас все официально. Вот бумага. Пожалуйста, ознакомьтесь. Братан, Асан уақыт берші. Мен ақша табам. Қазір, кел. Мынау таза алтын. Ала тұрыңдар. Социальный. Болмады ма? Отвечай! Мен инвестор табам. Есет Қайсарович, сіздің бизнесіңіз ешкімге керек емес. Ешқандай да инвестор таппайсыз. Тауып қойған. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Есімім Айна. Өтебай Алтыновтың қызымын. Вы серьезно? Тот самый миллионер Утебай Алтынов, который занимается инвестициями? Дәл өзі. Біз ортақ жобаны талқылап жатқанбыз. Менің әкем Есет мырзаның бизнесіне қомақты қаржы бөлуге дайын. Есеке, а что вы молчите тогда? Айтпайсыз ба? То, что сам Алтынов хочет вложиться в ваш бизнес. Есеке, кешіріңіз. Біз кеттік, қайта берейік. Кешіріңіз. Давай, выходите. Мирас, қызың күшті екен. Ол менің қызым емес. А, да? Бірақ қатты бір-біріңе жарасасыңдар. Қызым, рахмет. Бірақ енді біз үшін өтірік айтудың қажеті жоқ еді. Өтірік емес. Кешке біздің үйге қонаққа келіңіздер. Сіздің кез келген бизнес идеяңыз әкеме ұнайтыны анық. Қойыңызшы. Шын ба? Әрине. Міндетті түрде бәріңіз келіңіздер. Осындай тату отбасын көргенде, әкем сіздің ұсынысыңыздан бас тартпайды. Мирас үйді біледі. Ал, красавчик, кешке кездескенше. Айна, саған барлығына рахмет, бірақ не үшін? Түсінесің бе? Сен маған қатты ұнап қалдың. Сен сондай сымбатты, ақылды, тартымды жігітсің. Менде бұрын ондай болған жоқ. Қазірдің өзінде қарашы, жүрегім қалай соғып тұр. Не болды сонша? Кішкентай бала сияқты ұялып. Жарайды.